Қазақстан биыл рекорд орнатты. 27,1 миллион тонна астық жинадық. Тәуелсіз ел атанғалы мұндай нәтиже бұрын соңды болмаған. Бөркімізді аспанға атып, сабан той жасап, атойлатуға болатындай-ақ. Бірақ бітік шыққан егіннің ебін тауып жараталамыз ба? Қойма толы астық ысырап болып қалмай ма? Жиналған дәнді дақылдың сапасы экспорттауға келе ме? Әлде мал азығы болуға ғана жарай ма? Бүгін осы сауалдарға жауап іздейміз. Сәлден соң студиямызға Ақмола облысының әкімі Марат Ахметжанов келіп сұхбат береді. Бізбен бірге болыңыздар. Көрермен, сізге түсінікті болу үшін аз-маз есеп-қисапқа жүгінуге тура келді. 27,1 миллион тоннаның расымен рекорд екенін диқаншылар жақсы біледі. Сізбен бізге бұл жай сандар болып көрінуі мүмкін. Сондықтан мәселенің ауқымын түсіну үшін мына мәліметке зер салыңыз. Егер жиналған 27 миллион астықты жүк контейнерлеріне тиесек, бұл пойыз құрамы Астанадан Парижге дейін созылуы мүмкін десем сенесіз бе? Сөзіме дәлел болсын. Бидай тасушы бір вагон 68 тонна сыйдыра алады. Оның орташа ұзындығы 15 метр. Қарапайым математика. Егер 27,1 миллионды 68-ге бөлсек, осынша көлемдегі астықты алып кету үшін 400 мыңға жуық вагон қажет болады екен. Ал бір вагонның ұзындығы 15 метр екенін ескерсек, бұл құрам 5978 шақырымға созылады. Қызығын қараңыз. Жоғарыда мен айтқан Астана мен Париждің арасы темір жол арқылы шамамен 5400 километр. Осынша көлемдегі астықты кімге сатамыз, қайда жаратамыз? Қазақстандық астыққа сұраныс Европадан да, Азия елдерінен де бар. Бүгіннің өзінде Бельгия, Португалия, Польша, Норвегия және Ұлыбританияға астықтың алғашқы партиялары экспортталды. Бұдан бөлек Вьетнам мен Біріккен Араб Әмірліктеріне, Солтүстік Африканың Марокко, Алжир және Египет сияқты елдерге де тасымал көлемі артты. Бұрын азайып қалған экспорт бағыттары да қайта жанданғаны байқалады. Мысалы, Иран, Әзербайжан, Грузия және Армения нарықтарына да қазақстандық астық барады. Соңғы 2 айда жаңа өнімнің 2,2 миллион тоннасы экспортталған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 21%-ға көп. Аста төк өнімнің сапасы қандай? Ауыл шаруашылық министрлігінің дерегінше бүкіл бидайдың тек 60% ғана азық түлікке пайдалануға жарайды. Орылған ұлан дария дәнді дақылды әрі қарай далада шірітпей, қамбаға, элеваторларға және экспортқа мейлінше жедел жеткізу күн тәртібіндегі өзекті мәселе. Тасымалдау қарқыны қандай? Рекорд орнатқан егіншілер не дейді? Амангелді сарбозы үшін орақ маусымы ойдағыдай аяқталды. Қостанайлық шаруа 13 мың гектар аумақтан артық шығынсыз майла дақылдармен бидай алған, қамбаға құйылған алтын дәннің 90%-ы 4-ші классқа жатады. Бұл 9 жылдық тәжірибемде тіркелген ең үздік көрсеткіш дейді. Бірақ мәселе астықты тапсыру кезінде туындапты. Вагондар мен қоймалар толып тұр, шаруа бұны биылғы шетелге экспортталатын өнімнің көптігімен байланыстырады. Солармен толып тұрғаннан кейін бізге тапсыру қиын. Мини-элеваторға тапсырылсақ, олардың КТЖ жағынан қиыншылық, вагон согласовать етпейді. Сондықтан элеваторда тез толып қалады. Основной екі жақтан осындай бір қиыншылық бар. Ал ауыл шаруашылығы министрлігі мұндай ахуалды қалыпты жағдай деп бағалайды. Бастысы қай тарапқа болсын кесірін тигізбейді. Жыл басында шетелге шығарылатын астық көлемі 12 миллион тонна деп жоспарланған. Бірақ егін жинау науқанының сәтті аяқталуына орай көрсеткіш тағы 1,5 миллион тоннаға артқан. Вагон беру мәселесі бойынша немесе жаңа кезеңдік аумақтарда белгілі бір кептелістер бар. Ол жыл сайын орын алатын астық науқанының қызған кезінде орын алатын жағдай. Бұл ешқандай да бір жаңағыдай төтенше жағдай емес. Бұл мәселе бойынша Қазақстан темір жолы көлік министрлігімен жұмыс жасап жатырмыз. Мәселе шешілу сатысында. Ведомство жиналған астық көлемі халықаралық стандарттарға сай деп отыр. Сұраныс орындалуда. Мәселен, бидайдың 35%-ы 4-ші сұрыпты, 12%-ы 5-ші сұрып ретінде қабылданған. Дегенмен тоқ мейлісуге болмайды. Ала жаздай төккендердің еш кетпеуі тікелей диқандарға да байланысты дейді сарапшылар. У нас основная системная. Қазақстан бұрыннан сапалы дәнді дақылдарымен аты алысқа шыққан. Осы қарқынды жоғалтып алмас үшін ең алдымен фермерлер егінді айтылған қолайлы уақытта егу керек. Өнімдерді зиянкестер мен түрлі аурулардан сақтау үшін агрохимияға мүлде бейжай қарауға болмайды. Үшінші кезекте әрине ауа райының қолайлы болуын қадағалау қажет.
Республика бойынша астықты сақтау сыйымдылығы 31 миллион тонна, оның 13 миллионы лицензияланған кәсіпорындарда, 17 миллионы ауыл шаруашылығы өндірушілерінде. Жауаптылар ішкі нарықтың жетіспеушілігі мүлде туындамайтынына сендіреді, себебі қажеттілік 3 есеге артығымен орындалған. Шерхан Абзаулы, арнайы түйін бағдарламасы үшін. Ақмола аграрлық өңір екенін тағы бір мәрте дәлелдеді. Биыл өңірде 7 миллион тонна астық бастырылған. Уәде еткеніміздей, Ақмола облысының әкімі Марат Ахметжанов бүгін студиямызда. Марат Мұратұлы, қош келдіңіз. Ақмола облысы аграрлық аймақ ретінде биылғы жиын терім науқанын рекордтық көрсеткішпен аяқтады. 7 миллион тоннадан аса астық жиналды деп отырмыз. Енді мұндай жоғары көрсеткіштің себебі неде? Тек ауа райы қолайлы болды деп айта алмаймыз әрине, және бастысы өнімнің сапасына да тоқталып өтсеңіз. Рахмет сұрағыңызға. 7 миллион 600 мың тонна астық жиналды, сапалы астық. Бұндай көрсеткіш бұрында болмаған ешқашан. Ол бірінші, енді сол былтыр 6 миллион 600 мың тонна астық жинады, ол да рекорд болды. Биыл ол 1 миллион тоннадан артым өнім алдық. Енді бұл жерде айтып кететін әрине, бұл біздің дихандардың қажырлы еңбегі арқасында және тиісті мемлекет тарапынан жасалған көмек. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы халықтың үніне құлақ асатын мемлекет қағидасын орындау мақсатында біздің дихандардың ұсынысын, сауалдарын естіп, осындай жаңа жүйеге көшсек, мынау уақытылы көрсетілген көмек әрқашанда берекелі болады деп. Өйткені өкінішке орай бұрын субсидия ретінде 20-24%-дан алып, сосын жылдың аяғына не болмаса келесі жылы субсидия ретінде қайтарылатын, оның тиімділігі өте төмен болатын. Сондықтан осылай тікелей қаржыландырудың арқасында сондай бір жақсы нәтижеге қол жеткізіп отырмыз. Бірден айтып кетейік, бір қомақты көмек алдық. 118,5 миллиард теңге кен дала 2 бағдарламасымен 5%-лық жеңілдетілген несие алды. Ол жаңа мемлекет басшысы былтырғы бірінші аграрлық форумда сондай тапсырма берген. Оны дер кезінде беріңдер, уақытылы беріңдер деп. Мынау егін басталмай тұрып, сондықтан былтыр қараша айынан бастап сол қаржыны біз қолжетімді болды бізге қаржы. Сондықтан осы жазғы, маусымға, көктемгі маусымға біз ерте күзден дайындалдық. Өйткені ең бірінші ол жерге сапалы тұқым керек. Ол жерге жаңағыдай қар тоқтататын, жаңағыдай жерді дайындауымыз керек, Сосын біз бүгінгі таңда сол егіс науқанына 94 мың тонна жеңілдетілген жанармай алдық. Сосын 3 есе тыңайтқыштарды көп салдық. Осының бәрі осындай жақсы нәтижеге қол жеткізіп отыр. Ол біріншіден оны айтып. Және жаңа тұқым сапалы болғасын, дайындықтар жұмысы жақсы болғасын, 70%-дан астамы өте жоғарғы сапалы бидай болды. Ол дегеніміз сапалы бидайдың құны бөлек, бағасы қымбат. Ол да біздің дихандарға өте тиімді болды. Сондықтан осындай уақытылы көмектің арқасында президенттің қойған тапсырмасын тиянақты орындаудың арқасында және жергілікті биліктің дұрыс ұйымдастырып, үкімет тарапынан жақсы қолдау болғасын, осындай нәтиже бүгін болып тұр. Енді жиналған өнімді пайдаға асыру мәселесі де өзекті. Осы 7 миллион тоннаның қаншасы экспортқа шығарылады, қаншасы ішкі қажеттілікті жабады және ысырап болып қалатыны қанша? Осыны ашып айтып берсеңіз. Өте орынды сұрақ. Өйткені жылдан жылға әр осы дихандардың ойы осы жақсы баға болса екен, сосын жаңағындай өнімді алған жинаған өнімді жақсы бағамен сатып, не болмаса бір сақтау мәселелері көп көтерілетін. Биылғы таңда бізде енді 7 миллион 600 мың тонна астықтың бізде 7 миллион 200 мың тонна сақтайтын қоймамыз бар. Бірақ та енді бүгінгі таңда мысалы
3,5 миллион тонна астығымыз экспортқа жөнелтілді. Оның ішінде ең жоғары сапалы астықтарымыз былтыр біз Эстония мемлекетіне барып, келісім шартқа қол қойып, сол терең қатпайтын порттармен шартқа отырып, сол біздің астығымызды 90 күн тегін сақтау, сосын басқа Европаның порттарына жіберуге біз шартқа қол қойғанбыз. Соның арқасында 209 мың сапалы, жоғары сапалы Хайпро астығымызды Италия, Бельгия, Эстония мемлекеттеріне сатуға биыл мүмкіндік туғызды. Ол Европаның терезесін аштық деген әңгіме деп айтуға болады. Және ол мемлекет тарапынан да үлкен қолдау көрсетілді. Әрбір сол Эстонияның портына темір жолмен жеткізген тауарымызды, өнімімізді әрбір тоннасына 30 мың теңге субсидия көмек көрсетілді. Ол енді бірінші, біз енді жақсы сапалы астықты жақсы бағамен, көтеріңкі бағамен сату ол біздің басты міндетіміз. Ол біздің жаңағындай мынау біздің дихандардың еңбегін бағалап, жергілікті акиматтардың үйлестіру, ұйымдастыру жұмыстары. Екіншіден жаңағындай мынау өндеу, президент өткен жолдауында да айтып кетті, 70%-ын біз терең өндеуден өткізуіміз керек деп. Сондықтан осы терең өндеу үшін біз инвесторлар іздеп, мынау үкіметтің қаулысымен Ақмола индустриялық аршалыда үлкен аймақ аштық. Сол жерге бір белгілі жаңа инвесторлар шақырып, үлкен терең өндейтін заводтың құрылысын бастап кеттік. Ол завод осы толық өзінің өндіріс мүмкіндігіне кірген кезде 3 миллион тонна астықты терең өндейді. Ол терең өндіргенде глутамат, натрий шығады, мына тамаққа қосатын қышқылдарды шығарады. Оның нарықтағы бағасы 10-15 аса қымбат бір тонна бидайдан. Сондықтан ол жерде қосымша бізде 4-5 мың тұрақты жұмыс орны болады жаңағы аймақта. Екінші аймақты біз Шортанды ауданында ашып жатырмыз. Ол жерлерде тағы да құны 1,5 миллиард доллар тұратын үлкен терең өндеу заводы бой көтермек. Ол жерде жаңағы лимонды қышқылдықтар, мынау сироп, тағы да басқа ұнтақтар шығаратын завод ашылады. Оның өзі 2 миллион тонна. Сондықтан осы шығарған өнімді жаңағы жаратуға толық мүмкіндік бар деп білеміз. Ол дегеніміз мынау қазіргі ғылыми зерттеуге сүйеніп, агро мәдениетін сақтаған кезде біздің өніміміз бұдан да асады. Біз енді суармалы жерге көшеміз, тағы да жалпы үлкен жоспарларымыз бар. Сонда біз сапалы бидайды сатып, сақтайтын бидайды қоймамызда сақтап, ал терең өндейтінді өндеп, тұрақты орын жұмыс жасап, осы біздің ауыл шаруашылық саласы біздің экономикамыздың драйвері болайын деп тұр. Өйткені жаңағындай ол тек қана егін емес, тек қана мал шаруашылық емес, ол сол терең өндеу индустриясын көтереді. Сондай үлкен жоспар, жобаларымыз бар. Енді жаңа баға туралы айттыңыз. Өнімнің артқаны біздің ішкі нарықтағы бағаға әсер етпей ме? Мен тағы да айтайын, міне, ең сапалы бидайдың әрқашанда сұранысы бар. Мынау Италияның әйгілі макарондары біздің өңірдегі бидай қоспаса, ол шықпайды. Сондықтан оны біз қазіргі таңда міне Хайпро деп отырмыз ғой. Ең сапалы астықты біз сатамыз. Ал мынау жаңағындай мынау сапасы төмендеулерді жаңағы өндеуге береміз. Жаңағы айтып отырмыз ғой, міне 6 миллион тоннамыз бар. Тағы да басқа да өзіміздің заводтарымыз бар. Ол ұн шығаратын заводтар бар, макарон шығаратын заводтар бар. Сондықтан осы сататынды сатып, ал терең өндейтінді өндіп, тағы да бізде майлы дақылдар бар. Оны біз 2,5 есе көлемін, аймақтың көлемін көбейттік, диверсификация ретінде. Биыл оған қосымша 600 мың тонна тағы да майлы дақылдарды алып отырмыз. Оның да бағасы өте жоғарғы, оны да мынау терең өндейтін заводтарымыз бар. Сондықтан бұл тек қана шикізатты шығару емес, осы шикізатты, жаңағы сіз дұрыс айтасыз, көп өнім болған кезде бағасы түседі.
сол бағасын түсірмеу үшін біз оны тапсырамыз да өңдейміз де аса қымбат бағамен жаңағындай қосымша құны осында қалатын әдістермен оны сыртқа шығарамыз. Енді қазір облыста шамамен 66 астық қабылдау кәсіпорны мен 1000 қойма жұмыс істейді екен, қателеспесем. Осы сақтау және тасымалдау жүйесін жетілдіру бойынша қандай жұмыстар атқарылды? Әрине, бұл енді ежелден келіп жатқан біраз олқылықтар болды бұл жерде. Дер кезінде жаңағындай қоймалар толық болып кетіп, жаңағындай астық тапсыратын жерлер болмаған жайттар болды өткен жылдары. Сондықтан осыны мына ауыл шаруашылық министрлігімен бірлесіп, солардың қолдауымен жазғы уақытта біздің жаңа қоймаларды босатуға, мына оңтүстік батысқа бар өнімдерді аударуға өзі көмек жасады. Мынау астық жинау кезінде біздің қоймаларымыз бос болды. Сондықтан біраз жаңағындай ол қоймаға құйылды. Жаңа айтып кеткендей 3,5 миллион тонна астығымыз экспортқа дер кезінде жіберді. Оған да жаңағы темір жолдың өзі септігін тигізді. Осы үлкен ұйымдастыру, мемлекет, үкіметтің ұйымдастыру шаралары өзін бір жақсы нәтижесін берді. Ол енді үкімет басшысы Бектенов мырзаның тікелей өзінің осындай қадағалауында болды. Және Сапаров мырза, біздің министр осы күні бойы түні бойы бізбен қарым-қатынас, тығыз қарым-қатынаста соның бүкіл мынау астық жинау науқанын біз енді болжамымыз болды. Жақсы астық болатын биыл, өйткені дайындық жақсы болды. Сондықтан жаздай әзірледік. Сондықтан ол бар. Және мынандай қолқаптар дейміз, 200 тонндық. Ол да бір өзін жаңа ноу-хау технология. Ол жаңағындай мынау кептеліс болмау үшін өздерін жаңа алаңдарында, сондай ашық алаңдарында жаңа қаптарға салып, сол қаптарды қысқа дейін сақтауға мүмкіндік береді. Сол анау кептеліс жоқ кезде барып тапсырады, ол өте өнімді. Қазіргі таңда 300 мыңнан астам осы астық, біздің тонна астық, сол осындай қолқаптарында, осы мынау далада алаңдарда жатыр. Өте тиімді іс-шара. Сондықтан бүгінгі таңда мынау сол жақсы үйлестіру, ұйымдастырудың арқасында осындай бір нәтижелі көрсеткішке қол жеткізіп отырмыз. Енді бірінші сұрағыма жауабыңызда фермерлерді қолдау түрлерін айтып өттіңіз. Жаңағы субсидия, жеңіл несие дедік. Одан өзге сақтандыру, оқыту бағдарламалары бар ма? Әрине. Ол жерде міне біз былай айтып кетейік. Мынау жаңағыдай тек қана қолдау емес, мынау жақсы жаңа технологиялар керек. Жақсы. Мысалы, біз 62 миллиард лизингке, жаңағыдай лизингке 2,5%-бен жаңа техника жаңартуына 1,600 мың дана жаңа техника алдық. Жаңа комбайндар, жаңа тракторлар. Оның жаңағыдай тез арада мынау қолайлы ауа райы болып тұрғанда тез жинауға өнімді. Өнімді жаңағыдай 5 пәтер дейміз ғой, сол жинауға өзінің септігін тигізеді. Екіншіден жаңағыдай агроөнеркәсіп біз жаңағыдай үйлестіру кеңесін аштық. Ол жерде білімді агрономдар жастарды үйрету мақсатында. Сосын мынау қазіргі колледж мәселелер. Бізде 29 колледж бар. Ол жұмыскерлер жылы дейміз биыл. Сол колледждің балаларын осы дуалдық білім алу ауысырып, сол кезде осы балалар сол жерде барып, сол жұмыс істеп, мысалы айтып кетейік, біздің бір 20 жастағы бала 5000 тонна астық жинады. Ол үлкен көрсеткішке ие болып, оны біз мемлекеттік награда марапаттауға ұсынып отырмыз. Сондай үлгі болсын деп. Ол міне жаңағындай үлкен әккі біздің комбайнерлармен қатармен 5000 тонна астық жинап отыр. Сондай міне жетістіктер бар. Әрине қазір ол әдістер керек, ғылыми зерттеу керек. Жаңағындай осы біз ойлаймыз, бұл енді тек бастамасы. Қазір суармалы жерге көшеміз, жаңа технологияларға көшеміз. Сондықтан бұл рекорд, ол тек қана бірінші бастапқысы. Ары қарай біз оны өнімді өсіруді, оны сапалы өнім алуды жұмысын жалғастырамыз. Енді биылғы рекордтық өнім аймақ экономикасына тұтас қалай әсер етті? Әрине. Мен міне сізге былай айтайын. Биыл міне мысалы 2023 жылы біз ауыл шаруашылығын қаржылы есептеген кезде 690 миллиардқа
өнім шығардық. Былтыр 960 миллиард. Биыл міне 1 триллионнан астық. Енді біздің жоспарымыз 1 триллион 200 миллиардтан жаңағындай біз өнім шығарамыз. Ол әрине бізге қосымша кіріс болады. Ол жаңағындай жұмыскерлердің жалақысы көтерілді бізде. Мына ауыл шаруашылығының жұмыскерлер жалақысы бүгінгі таңда біз осы ауыл шаруашылық жұмыскерлердің саласында жаңағы жалақы бойынша көшбасшымыз. Ол жаңағындай тікелей. Ол жаңағындай біздің үлескерлер бар, пайщиктар дейміз. Олардың жаңағындай үлесін алуға, ауылдағы тұрмысын жақсартуға, ол да өзінің септігін тигізіп жатыр. Және мынау осы үлкен жұмыстардың арқасында біздің облысымыз жалпы биылғы мынау кірістің өзі 130 миллиардқа артты. Ол деген өзімізге қалатын біз мынау әлеуметтік жағдайды көрсетіп жатырмыз. Тегін жаңағы жолдама беріп жатырмыз зейнеткерлерге, санаторияларға. Тегін жүру мәселесін шешіп жатырмыз. Реновация бағдарламамен тозған үйлерді жаңартып, жақсы жаңа үйлер салып беріп жатырмыз. Осының бәрі осы халықтың тұрмысын жақсартуға өзін оң ықпалын тигізіп жатыр. Марат Мұратұлы, енді соңғы сұрағым болсын. Ұзақ жылдар бойы осы күнге дейін мемлекеттік қауіпсіздік, жемқорлықпен күрес, бір сөзбен айтқанда құқық қорғау саласында қызмет еттіңіз. Енді бұдан кейін тұтас аграрлық аймақты басқару несімен ерекшеленді? Оңай емес шығар. Енді әрине әрбір салада өзінің жауапкершілігі бар. Бұл жерде енді президенттің сол аймақтағы өкілімін. Сондықтан ең бастысы әрине дұрыс жұмысты ұйымдастыру, үйлестіру, бақылау. Мынау халықтың және өзімнің қызметкерлерінің сеніміне ие болу. Өйткені жаңағындай осы ең мақсат президент қойып жатқан жаңа басқару талаптары. Қағаз емес, есеп емес, нәтижеге көшу. Игеру емес, қаражатты берген игеру емес, оның жаңағыдай халық қалай пайдасын көріп отыр. Сол бағытқа бұрған кезде өзі формула өзі орнына түсті. Әрине, қазіргі таңда өте бақылау да керек. Бақылау болмаса, әлгі дана қазағымыз айтады ғой, қазаннан қақпақ кетсе, иттен ұят кетеді деп. Сондықтан бақылау бар жерде тәртіп болады. Заң мен тәртіп қағидасы ол тек қана құқық қорғау органдарына тиісті емес. Ол бүкіл қоғамға тиісті. Заңды құрметтеу, заң шеңберінде шешу. Сосын президент бүгінгі таңда мынау айтып отыр ғой, заңның әрпімен емес, кәрпімен шешіндір деп. Не по букве, а по духу закон деп. Батыл шешім қабылдандар деп. Қазіргі осы кезенде ол тәсілдерді қолданбасақ, көштің соңында қаламыз. Сондықтан менім жаңағындай құқық қорғау органында жұмыс істеген, қадағалауда жұмыс істеген, ол керісінше өзін бір жақсы септігін тигізді. Жаңағы ұйымдастыруға мен осал жерлерін білем, заң бұзушылықтарын білем, бүкіл прокурормен, басқа құқық органдарымен осы ашық түрде ақылдасып, бірге шешіп отырамыз. Мына жерде жемқорлыққа жол бермейміз. Соның арқасында осы жақсы нәтижеге қол жеткізіп отырмыз. Сондықтан мен ойлап отырмын, ол біріншіден осы әрине осы ұжымға байланысты, адамдарға сендіріп, адамдардың миссиясы, не үшін бүгін қызмет жасап жатырмыз. Бұнау айтып өтуіміз керек. Қазір бір тарихи кезеңде өмір сүріп жатырмыз. Мынау терезе мүмкіндіктер ашық, түбегейлі өзгеруге. Осы президенттің тапсырмасын тиянақты орындайтын болсақ, қойып жатқан. Ол кісі өзі рет-ретмен, жек-жегімен келе жатыр. Өзі қарап отырсаңыз, міне бірінші осындай жаңағыдай жаңа экономика саласы, сосын децентрализация, әкімдерді сайлау. Қазіргі таңда мынау бүкіл КПН, бүкіл бюджеттер жергілікті әкімдерде қалады. 4-ші, 3-ші деңгейдегі. Ол дегеніміз ертең әкім бүгін қол жайып, мына трансферді күтіп отыратын жағдайда. Ал бүгін енді өз іс-әрекетінен ауданның жағдайы соған байланысты. Егер жайлы, жақсы орта жасайтын болса, ол жерге инвестор келеді. Ол жерге жеке мынау кіші бизнесті, орта бизнесті дамытуға бүкіл қаржы, салық солардан келеді. Сосын біз айтып отырмыз, қазір енді децентрализацияға сондай өздеріңізге ерекше мүмкіндік беріп жатырмыз.
мойша керек пе, кітапхана керек пе, сіздер өздерің шешесіздер. Халықтың сұранысына, халықтың талапына осындай дер кезінде жауап беріп отсаңдар, көңілдерін шығып отсаңдар, нағыз сайланған, нағыз халықтың әкімі боласыздар деп. Соның бүгінгі таңда осы президенттің стратегиялық маңызды жоспары түбегейлей осы қоғамды өзгертіп жатыр. Оны мен өзім көзім жетті. Оны мен толық айта аламын, өйткені халықтың 2 жылда барып, елді мекендерді аралап, халықтың көңілі, халықтың билікке деген сенімі күрт өзгерді. Мына мысалы айтайық, мына осы біз 9 келешек мектебін салдық. Оның 7-еуі осы елді мекендерге, осы Астана агломерациясына. Ол бір ауысымды мектеп, ол түстен кейін жаңағындай үйірмеге барады, дене шынықтыруына барады. Халықтың мынау болашаққа деген президенттің жасап атқан бағдарламасы ертең мынау болашағын ойлайтын бүгін бесігін түзе деп отыр ғой. Сол балаларға мынау сапалы білім, жақсы жағдай жасап атқаны, ол осындай сендіріп, үлкен жақсы өзгерістер болып жатыр қоғамда. Соның бәрі осы мынау астығымызда берекелі болып жатыр. Сондай мынау қолдаудың, уақытылы берген қолдаудың берекелі нәтижесі. Сондықтан мынау басқару жүйесінде үлкен өзгерістер бар. Сондықтан мен де өзім осы келіп, енді орталықта көп жұмыс істедім ғой. Бірақ та мына қазір көріп, үлкен өзгерістер өзім көзіме жетіп жатыр. Сондықтан мен де өзім осы үлкен командада жұмыс істеп, егер менің бір халықтың тұрмысын жақсартуға септігім тиіп жатса, мен өзімді бақытты адам деп санаймын. Марат Мұратұлы, арнайы түйін бағдарламасына келіп, уақыт тауып сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Бастысы әділетті, қуатты, таза Қазақстанды құруда еңбегіңіз жемісті бола берсін деген тілек. Рахмет. Бабы келсе, егінде бітік шығады. Мақсат қойдық, орындадық. Алайда рекорд бұл құрғақ статистика емес. Бұл тұтас жүйе сыналатын кезең. Технология, логистикадан бастап мемлекеттік қолдауға дейін мінсіз болуы шарт. Аптаның түйіні осындай. Бізді әр жұма сағат 21:30-да 24 KZ арнасынан көріңіздер.